Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Байгелова Алтынай Шарипуллаева. Тақырыбы дыбыстық сигналдарды қолдану. Бұл тақырыпта біздер қай аймақта, қай жерде дыбыстық сигналды қолдануға болады және қандай жағдайларда тыйым салынады, соны қарастыратын боламыз. Дыбыстық сигналдар тек келесі жағдайларда қолданыла алады. Елді мекеннен тыс жерде басып озу ниеті туралы басқа жүргізушіге ескерту үшін. Екінші, бұл жол көлік оқиғасын алдын алу үшін қажет болған жағдайларда. Келісіңіз, біздер автокөліктің дыбыстық сигналын ойлағанымыздан жиі қолданамыз. Дәлірек айтқанда, біз таныс жүргізушілерді немесе жаяу жүргіншілерді қарсы алуға, яғни оларға сигнал беруге құқығымыз бар ма деп ойланбаймыз. Жол қозғалыс ережелеріне сәйкес елді мекенде дыбыстық сигнал жол көлік оқиғасының алдын алу үшін ғана пайдаланылуы керек. Бірақ елді мекеннен тыс жерде басып озу ниеті туралы ескерту үшін сигнал беруге рұқсат етіледі. Дыбыстық сигналды қолданудың басқа жағдайларында ережелермен қатаң тыйым салынады. Елді мекеннен тыс жерде ауруханалардың, санаторийлердің, сауықтыру лагерлерінің, саябақ аймақтарының және тағы басқа ерлердің жанында өтетін жол учаскелерінде дыбыстық сигналын беруді шектеу қажет болса, 3-26 дыбыс сигналын беруге тыйым салынады, жол белгісі қолданылады. Бұл жердегі белгінің мағынасы өте қарапайым. Ол жол көлік оқиғасының алдын алу жағдайларын қоспағанда дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады деген мағынаны білдіреді. Дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады белгісінің күші: бірінші, қозғалыс бағыты бойынша ең жақын жол қиылысы, елді мекеннің аяқталуы белгісін орнату орны, үшінші, барлық шектеулер аймағының соны белгісін орнату орындары. Дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады белгісінің әрекет ету аймағы тақтайшасымен бірге қолданылуы мүмкін. Дыбыстық сигнал беруге тыйым салу тақтайшада көрсетілген қашықтықта ғана әрекет етеді. Тақырыпты тереңірек түсіну үшін тест жауаптарын қарастырайық. Бұл жерде біздер тесттің дұрыс жауабын белгілеп қана қоймай, оның жауабы неге дұрыс екендігін нақтылап ашып қарастыратын боламыз. Бірінші сұрақ, суретке назар аударайық. Қандай жағдайларда елді мекендерде дыбыстық сигналды қолдануға рұқсат етіледі? Бұл жерде дұрыс жауабы тек жол көлік оқиғасының алдын алу үшін. Өйткені ережеге сәйкес елді мекендерде дыбыстық сигналды жол көлік оқиғасын алдын алу үшін ғана қолдануға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда оны соңғы сәтте емес, уақытылы беру маңызды және ол тым ұзақ болмауы керек. Екінші, сіз күндізгі уақытта елді мекеннен тыс жерде жүргенде басып озатын автомобиль жүргізушінің назарын қалай аудара аласыз? Бұл жерде дұрыс жауап бізде С жауабы. Осы сигналдарды бірлесіп беруді қоса алғанда аталған әдістердің кез келгенімен. Елді мекеннен тыс жерде басып озатын автокөлік жүргізушісі назарын аудару үшін дыбыстық сигнал беруге де фарларын жарығын жақын жарықтан алыс жарыққа қысқа мерзімге ауыстыруды да қолдана алады. Үшінші сұрақ, қандай белгілердің әрекет ету аймағында ережелер жол көлік оқиғаларын алдын алу үшін ғана дыбыстық сигналдарын беруге рұқсат етіледі? Бұл жерде дұрыс жауап бізде С, А және Б. Елді мекеннің басталуы белгісі және елді мекеннің басталу белгісі ақ фоны бар белгіленген елді мекендерде және дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады белгісі қолданылатын аймақтағы жол учаскелерінде дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады. Ереже жол көлік оқиғасын алдын алу үшін ғана дыбыстық сигнал беруге жол береді. Яғни көріп отырғанымыздай А және Б суреті жауабы дұрыс болып табылады. Төртінші сұрақ. Сіз күндізгі уақытта елді мекенде жүргенде басып озатын автомобиль жүргізушісінің назарын қалай аудара аласыз? Дұрыс жауабы Б. Фарларды жақын жарықтан алысқа қысқа уақытқа ауыстыру арқылы ғана. Өйткені елді мекенде басып озатын жүргізушінің назарын аудару үшін ескерту сигналы ретінде сіз фарларды жақын жарықтан алыс жарыққа қысқа мерзімге ауыстыруды ғана пайдалана аламыз. Бұл жағдайда дыбыстық сигналды қолдануға тыйым салынады.
Бесінші сұрақ: қандай жағдайларда сізге осы белгінің әрекет ету аймағында дыбыстық сигналды пайдалануға рұқсат етіледі? Дұрыс жауабы: тек жол-көлік оқиғасының алдын алу үшін. Өйткені 3-26 дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады белгісі дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады елді мекендерден тыс жерлерде ғана қолданылады. Ол жол-көлік оқиғасын алдын алу үшін тек бір жағдайда сигнал беруге мүмкіндік береді. Бұл белгі елді мекендерден тыс жерде болмаған жағдайда дыбыстық сигналды басқа жүргізушіге басып озу туралы ескерту үшін де пайдалануға мүмкіндік береді. Суретте көрсетілген жол белгісінен өткеннен кейін дыбыстық сигналды не үшін пайдалануға болады? Бұл жерде дұрыс жауап С. Аталған екі жағдайда да дыбыстық сигналды пайдалануға рұқсат етіледі. Өйткені көрсетілген жағдайда 5-23-1 елді мекеннің аяқталу жол белгісі жүргізушіге елді мекеннен тыс жолда қозғалатыны туралы хабарлайды. Жол қозғалыс ережелеріне сәйкес дыбыстық сигналдар тек елді мекендерден тыс жерде басып озу ниеті туралы басқа жүргізушіге ескерту, жол-көлік оқиғасының алдын алу, басып озу кезінде дыбыстық сигнал басып озу басталғанға дейін берілуі қажет. Сондықтан басып озатын көлік құралының жүргізушісі оны басып озатыны туралы алдын ала ескертуі тиіс. 8-ші сұрақ: механикалық көлік құралында тәуліктің қараңғы уақытында қозғалыс кезінде қандай сыртқы жарық құралдары міндетті түрде қосылуы тиіс? А. Алыс және жақын жарық шамдар. Б. Тұманға қарсы және тұманға қарсы артқы шамдар. С. Аталғандардың кез келгені. Бұл жерде дұрыс жауап А жауабы. Жол қозғалыс ережесіне сәйкес тәуліктің қараңғы уақытында қозғалыс кезінде немесе жолдың жеткіліксіз көрінуі кезінде механикалық көлік құралында оның жарықтандыруына қарамастан алыс немесе жақын жарық фарлар қосылуы тиіс. Егер көлік құралында алыс және жақын фарлар құрылымдық жағынан бөлек орындалмаса, онда фарларға алыс немесе жақын жарық фарлары қосылуы керек. Фарлардың алыс жарығы жолды кемінде 100 метр қашықтықта жарықтандыру керек, бірақ бірнеше себептер бойынша бұл қашықтық үлкен болуы мүмкін. Көлік құралының алдыңғы жолды жақсы жарықтандыру мақсатында фарлардың бір қатар конструкциясында алыс жақын қосылған кезде фарадағы жақын жарық өшірілмейді. Бұл жағдайда фарлардың алыс жарығы қосылады деп саналады. Келесі сұрақ: көрсетілген жағдайда суретке назар аударамыз. Фарлардың алыс шамын жарық шамға ауыстыру қажет пе? Жауабы А. Міндетті. Өйткені көрсетілген жағдайда жүргізуші жол жарықтандырылған елді мекенге кіреді. Жол ережелеріне сәйкес фарлардың алыс жарығы егер жол жарықтандырылған болса, елді мекендегі жақын жерге ауысуы керек. Елді мекендерде жол жарықтандырылады және әдетте оның сағатына 60 км жылдамдықпен қозғалуға мүмкіндік беретін қашықтықты көрінуі қамтамасыз етіледі. Елді мекенден тыс жерде, тіпті жолдың жарықтандырылған учаскелерінде, егер бұл көлік басқа көлік құралдарының жүргізушісіне кедергі жасамаса, фарлардың алыс жарығымен жүруге рұқсат етіледі. Келесі сұрақ: аталған көлік құралының жүргізушісі фарларын жарығын жол ережелеріне сәйкес ауыстырды ма? Қайсысы? Бұл жерде дұрыс жауап 3-ші, яғни жүк автокөлігінің жүргізушісі фарлардың алыс жарығын қарама-қарсы автомобильге дейін 450 метр қашықтықта жақындыққа ауыстырып қосады. Жол ережелеріне сәйкес фарлардың алыс жарығы көлік құралына дейін кемінде 300 метр қашықтықта қарама-қарсы жолда, сондай-ақ егер қарсы көлік құралының жүргізушісі фарларын жарығын мезгіл-мезгіл ауыстырып қосса, алыс қашықтыққа ауысуы керек. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін алыс жарық қосылған фарлар жолды кемінде 100 метр қашықтықта жарықтандыруы тиіс. Фарлардың реттелуі мен дизайнына байланысты бұл қашықтық едәуір үлкен болуы мүмкін. Сондықтан жол қозғалыс ережелері жүргізушісінің соқырлығына жол бермеу үшін фарлардың алыс жарығын жақын жерге ауыстыру үшін қарама-қарсы көлікке 300 метр қашықтықты белгілейді.